Так, мне таң атты, енді қазір осы гантельді көтермесем, ема база жоқ. Шынымен де менің күшім азайып қалған. Әйтпесе гантельді көтермесем, күшім азайып қалды ғой. Қазір гантельді көтерейін. Қанша болды қазір? Так, 20 болды ма? 21. Давай қазір 22 тартылайық. 22. Ема база жоқ. Шынымен де гантель көтерген күшті екен. Әсіресе таң атқан кезінде осындай гантельді көтерген өте күшті, себебі менің күшім көбейетін болды ғой. Енді ешқандай да бандиттер маған тиіспейтін болды, себебі менің осындай күшім көбейетін болды. Ема база жоқ. Қазір мына 30-ға шейін көтеріп тастайын. Сөйтіп қалада қыдырып қайтпасам, әйтпесе үйде отырып ішім пысып кетті ғой. Ема таң атты, мен қазір осыны көтерейін да өз көлігіме отырып қаланы қыдырып қайтпасам, әйтпесе көлігім менің бұзылып қалатын болды. Оны көп болды айдамағаныма. Қазір осыны тоқтатайын да сөйтіп жүре берейін. Так, міне гантельді тастадым, енді сыртқа шыға берсем болады. Қазір шынымен де өз көлігіме отырып қаланы қыдырып қайтпасам, әйтпесе мен шынымен де қалада шықпағаннан көп болды. Себебі мен осы үйде отырып түнек жасап жүрмін. Менің күшім көбейді. Ешқандай да бандиттер тиісе алмайды деп ойлаймын. Себебі менің күштерім көрінді ме? Ема достар, күшім қандай мықты болып кетті. Енді қазір мен көлігіме отырып қаланы қыдырып қайтпасам, так базар жоқ. Ема далада адамдар көп екен ғой, бәрі менен ерте тұрып алған ба? Мәссаған базар жоқ. Так, мына Франклин ба? Ема Франклин, мен үйім алдына не істеп жүр? Қазір қасына барып сөйлесіп қайтпасам. Франклин, қалайсың? Мына жерде не істеп отырсың? Мына ақшалардың бәрі сенікі ме? Ема базар жоқ, мыналардың бәрі сенің ақшаң ба сонда? Уағалейкум ассалам Джонни. Иә, бұл ақшалардың бәрі менікі. Мен саған бір жұмыспен келіп едім. Ема қандай жұмыс? Айта бер. Осы ақшаң бересің бе сонда осы жұмысты аяқтасам? Иә, дәл сондай. Сен менің жұмысымды оңдайтын болсаң, мен саған осы 2 жәшік ақшаның бәрін беретін болам. Сонда ол қандай жұмыс? Өте қауіпті жұмыс емес пе? Мына ақша қарасаң өте қауіпті жұмыс сияқты. Сен ішінде миллион ақша бар сияқты. Бұл өте қауіпті емес, себебі сен жай ғана көліктерді ұрлауың керексің. Көліктерді дейсің бе? Ондай болса мен шынымен де көліктерді ұрлай аламын, себебі мені көлікті ұрлау қолымнан келеді. Ондай болса молодец, жүр, қазір мен саған көрсетемін көліктерді ұрлайсың. Мен айтатын көліктерді ғана ұрлайсың, жарай ма? Қазір мен саған көрсетемін. Сөйтіп ақшаны ала берсең болады. Ема базар жоқ. Ондай болса жүр, Франклин, маған көрсет көліктері қайда екенін. Сөйтіп мен осы ақшаны бәрін аламын. Ема базар жоқ. Көрдіңдерме достар, мынаның ішінде қаншама миллион доллары бар? Ема мен осы ақшалармен байып кетемін ғой шынымен де. Ема базар жоқ. Франклин, ондай болса жүр, менімен бірге қазір көрсетесің көліктер қайда екенін. Менің көлігіме отыр, қазір көрсетесің маған қай жерде екенін. Так, ема менің көлігім Жигули көрінді ме достар? Шынымен де ескі көлік екен, маған жаңадан көлік керек еді. Енді как раз маған Франклин ақша келді. Енді осы ақшаны қолданып бір жаңа көлік алатын сияқтымын. Себебі мына көлік уже ескі ғой, бірақ көлік бұрынғы заманның көлігі, сондықтан мен жаңадан көлік алуым керекпін. Франклин, болды, тезірек машинама отыр. Иә, жарайды, жүр, көлігіңе отыр, қазір сенің артыңа барамын. Жүр кеттік. Ондай болса Франклин, қазір маған көрсетесің көліктер қайда екен. Так, Жигулиме отыр тезірек. Сонымен Франклин, ол көліктер қай жерде? Ол көліктер өте алыста орналасқан ба, или қай жерде орналасқан, түсінбей жатырмын. Джонни, ол көліктер алыста емес, бірақ оларды ұрлауға қиын болады, себебі оларды көп адамдар қорғайды, сондықтан оларды ұрлау қиын болады. Көп адамдар қорғап жүр дейсің ғой, ондай болса шынымен де қиын болатын сияқты ғой. Ящиктің ішінде 5 миллион доллар бар, сондықтан мен 5 миллион доллар үшін осы көліктерді ұрлауға тура келеді. Бірақ ол көліктер қай жерде орналасқан, білесің бе? Иә, жүре бер, қазір оңға бұрыласың, сөйтіп ол алыс жақта, бара бер. Жарайды, Франклин, ондай болса маған көрсетесің қай жерде екен. Мен қазір жүре берейін. Мына қаланың ортасында ма, или шетінде орналасқан бұл көліктер? Ол қаланың ортасында орналасқан, сондықтан дәл жүре бер. Келген кезде өзім айтам, жақсы ма? Джонни, сен жүре бер, мен қазір өзім айтам қай жерде екен. Жарайды, Франклин, ондай болса мен қазір шынымен де қаланың ортасына барайын да көріп қайтайын. Франклин, ол көліктер қай жерде орналасқан? Мен бүкіл қаланың бәрін ақтарып шықтым, бірақ ешқандай да көлікті көрген жоқпын. Мына жерде ме екен мүмкін? Иә, Джонни, осы жерде бүкіл көліктер осы байлардың қолында, сондықтан оларды ұрлап алып кету керек. Қазір мына жерде орналасқан бір көлік. Мына үйде деп ойлайсың ба? Иә, осы үйде қазір ақындап бар, болмаса бандиттер бізді көп қоюы мүмкін. Бандиттер сонда ана жерде біреулер қорғай ма олар не? Иә, оларды басқа бандиттер қорғайды, сондықтан оларды алып кету үшін олармен соғысу керек. Ема базар жоқ. Ондай болса өте қауіпті болады сияқты ғой мына жұмыс. Сонда Франклин, ол көліктерді басқа бандиттер қорғап жүреді деп ойлайсың ба? Сонда оларды табу қиын болады сияқты ғой, иә? Иә, сондықтан мен саған келдім ғой, болмаса бір өзім алып кетуші едім. Оларды алу қиын, себебі олардың бәрін бандиттер қорғайды. Ема ондай болса біз қару-жарақты ала берейік, жарай ма Франклин? Болмаса бізді ат бастауы мүмкін. Иә, сондықтан мен өз қару-жарағымды әкелдім. Сен өз қару-жарақтарын әкелдің бе? Әйтпесе қазір оларды көлік ала алмай қаламыз. Иә, шынымен де қазір міне қару-жарағымды көрдім. Мына золотой калаш бар. Қазір сенде де осындай бар ма сенде? Міне көрдің бе Франклин, менде осындай қару-жарақ бар. Сенде қандай қару-жарақ бар? Міне менде осындай қару-жарақ бар. Енді қазір екеуміз осылардың бәрінің көзін құртайық. Қазір бандиттер бар болса. Иә, шынымен де ондай болса жүр кеттік. Ана жерде бандиттер бар ма екен, әлде жоқ па екен? Так, мына есікті ашу керек сияқты ғой дейме. Ема базар жоқ, мына жерден өте алмайтын сияқтымыз ғой. Так, мына жерден көріп көрейік. Мына жерде өтуге болады
сияқты. Иә, мына жер ашық екен. Қазір мына жерді көріп қайтпасақ, мына бандиттің үйінде машина бар ма екен, әлде жоқ па екен? Франклин жүр, мені артымнан жүр. Қазір мен мына жерді көріп қайтайын. Сонда ол көлік қандай көлік екен? Мына көлік пе? No, жай ғана көлік сияқты ғой. Так. Ема достар, мен саған мына көлікті айттым ба сонда Франклин? Франклин, сонда мына көлікті айттың ба сен? Ема мына көлік шынымен де өте мықты көлік екен. Андай көлікті мен қалада вообще көрмеппін. Мына бандиттер ме сонда осы көлікті қорғайтын? Айттым ғой саған, көрдің бе, мына жерде қаншама бандиттер бар. Осылардың көздерін құртып осы көлікті ұрлап әкетейік. Болмаса қазір бізге алуға жол бермейді. Онда болса жүр, мыналар бәрін атып тастайық. Қазір шынымен де базар жоқ, мыналардың бәрін атып тастамастан мәссаған базар жоқ. Ема мыналар бізге атып жатыр ғой. Мәссаған олардың көздерін құрту керек сияқты. Шынымен де мына көліктің бәрін қорғап жатыр ғой. Ема қаншама қару-жарақтар бар. Так, бәрін көзін құртамыз қазір. Қазір ешкім де тірі қалмайтын болады. Так, мыналардың бәрін көздерін құртып өлтіріп тастау керек. Әйтпесе бандиттер шынымен де бізді өлтіріп тастайын деп отыр ғой. Ема қаншама қару-жарақтар, мына шынымен де өте қауіпті бандиттер ғой. Жүр Франклин, мына көлікке отырып алайық. Қазір басқалар келіп қалуы мүмкін. Сондықтан көлікке отырып шынымен де кетіп қалайық басқа жаққа. Ема мына шынымен де көлік өте әдемі екен. Базар жоқ, мына шынымен де форсаждағы көлік па? Соған ұқсайды екен ғой. Ема мына шынымен де форсаждағы көлік сияқты ғой. Демек қазір мына жерде есікті ашып шығу керек. Әйтпесе бандиттер оянып біздің артымыздан келуі мүмкін. Так, міне заводдан шықтық, енді кете берсек болады. Так, менің көлігім осына қала берсін, бәрібір ешкім алып кетпейтін шығар. Қазір көрінбесе болды, главный. Ема достар, көрдіңдер ме? Менің көлігім қандай күшті. Ема базар жоқ, мына көрдіңдер ме? Ішін. Мәссаған іші деген кәдімгідей күшті ғой. Ема мына кәдімгідей Франклин шынымен де көлік мықты екен, айттым ғой саған, көрдің бе? Мына көлік шынымен де өте әдемі. Осы көлік қымбат тұрады. Мәссаған шынымен де саған сенбеп едім, бірақ мына шынымен де көлік өте әдемі екен. Ема базар жоқ, мынандай трубасы бар екен басында. Мына шынымен де пассаждағы көлік қой. Базар жоқ қазір тағы да. Ема артына от шыға ма? Мәссаған мына көлік шынымен де өте қымбат көлік сияқты ғой. Ема базар жоқ, мына көлік шынымен де өте әдемі екен. Кәдімгідей скоросты 100 км/сағаттан асады екен. Турбасын қоссаң вообще 200 км/сағат көтеріп келеді екен ғой. Мәссаған мынандай мықты көлік бар деп ойламаппын шынымен ше. Базар жоқ көлік екен шынымен де, бірақ кішкене былай майысып кетті бандиттермен соғысам деп. Енді ештеңе етпесін. Осы көлікті Франклинге алып кетсе, немесе өзім алсам болады ғой шынымен де. Франклинге басқа көліктерді алып өзіме осы көлікті немесе басқа көлікті алсам болады екен. Тағы да қандай көлік бар екен, маған қызық қой. Франклин, тағы да басқа қандай көліктер бар? Осыдан мықты ма көліктер, басқа көліктер? Ол көліктер мынадан 10 есе мықты, сондықтан оларды табу өте қиын болады, себебі оларды қорғайтын бандиттер өте мықты. Сонда оларды табу мынадан қиын болады сияқты ғой дейме. Шынымен де сонда ол көліктерді табу қиын болады сияқты, себебі ол көлік мынадан 10 есе мықты болатын болса, оларды қорғайтын адамдар 10 есе көп болады сияқты ғой дейме. Онда біз қазір жүргеттік Франклиннен көлікті алып алайық шынымен де. Әйтпесе ана көлікте отырсақ бізді біліп қоюы мүмкін, сондықтан ана көлікке отырып тез кетіп қалайық. Бандиттерді өлтіріп бірінші көлікті әйтеуір дегенде алдық, енді қазір екінші көлікті аламыз, сөйтіп үшінші, сөйтіп соңғы төртінші көлікті аламыз, сөйтіп бүкіл көліктер бітетін сияқты ғой дейме. Маған бар болғаны осы 4 көлік керек көптір. Ал Франклин, енді айта берсем болады, екінші көлік қай жерде орналасқан? Мына жерде емес та, мына жерде көліктер көрдің бе? Қаншама көп көліктер бар, осылардың арасында болуы мүмкін бе Франклин? Жоқ, бұл өте обычный көліктер ғой, бұлардың арасында мықты көлік болмайды, сондықтан жүре бер, қазір айтам қай жерде екенін. Мәссаған Франклин, сен бағана айтып едің ғой, қай жерде екенін көрсетемін деп, бірақ мен бүкіл қаланы көріп қайттым, ешқандай көлікті көрген жоқпын. Ол қай жерде орналасқан, ол түсінсем бермесін, көлік алыста ма өзі? Ол көлік полицейский участокте орналасқан. Ема базар жоқ, полицейский участокте орналасқан дейсің бе? Оны табу қиын болады ғой, себебі полиция бізді атады ғой. Ема оларды табу шынымен де өте қиынға соғады сияқты ғой деймін мұндай болса. Сондықтан давай Джонни, біз қазір кешке шейін күтейік, сөйтіп кештен кейін полиция кетіп қалған кезде машинаны ұрлап әкетейік, әйтпесе біз атпасуы мүмкін шынымен де. Мәссаған шынымен де атпасуы мүмкін, сондықтан біз шынымен де түнге шейін күтейік. Қазір мына жерде бір тығылып тұрайық, әйтпесе полиция келіп бізді қазір соғуы мүмкін, не үшін жүрген, сондықтан мына жерде күтейік түнде. Міне Франклин кеш батты, енді қазір екеуміз полицейский участокке кіре берсек болады. Шынымен де Джонни жүр, кетіп полицейский участокке ішін кіре берейік. Қазір полициялар басқа жұмыстармен айналысып жатқан сияқты. Ондай болса қазір мен қару-жарағымды ала берейін. Жоқ, қару-жарақ алмай қойын пока что, әйтпесе полиция көріп қойып бізді алып кетуі мүмкін, сондықтан ақырындап кірейік, жақсы ма? Мен де соны ойлағам, болмаса полиция бізді ұстап алуы мүмкін. Ал кеттік. Ондай болса Франклин, қазір көріп қайтайық, полицейский участоктың ішінде бар ма екен, әлде жоқ па екен? Мен шынымен де бар болса күшті болушы еді, әйтпесе жоқ болса басқа көліктерді табу қиын болады сияқты. Мына жері мені қағып кетті ғой. Так, базар жоқ. Мынаның ішінде шынымен де полициялар өте көп екен. Осыларды кішкене алдап былай ішіне кіріп кету керек. Болмаса қазір бізді алып кетуі мүмкін. Шынымен де қару-жарағымды шығармаған дұрыс болыпты, әйтпесе мені алып кетуші еді. Қазір полиция түрмеге салды. Так, Франклин, ол қай жерде екен білесің бе? Ол көлік мына жерде көлік жоқ сияқты ғой дейме? Мына жерде. Базар жоқ Франклин, сонда біз осы полицейский участоктың ішіне көлікті іздейміз бе? Точно осы ғимараттың ішінде ме? Джонни, саған точно айтамын, осы ғимараттың ішінде ол. Ондай болса жүр кеттік, мынаны көріп қайтайық, мынаның ішінде бар ма екен, әлде жоқ па екен? Қазір мына полицияны ұрып тастайық, сөйтіп біз көлікті ұрлайтын боламыз. Басына саған
базар жоқ. Енді полицияның бәрін талдырып тастадық, енді іздей берсек болады ғой. Иә, Джонни, болды, енді полиция бізге мешет етпейді. Ғимараттың бәрін толықтай көрсек болады. Ал ондай болса, Франклин, жүргіт, мына бөлмеге кіріп көрейік. Мына бөлменің ішінде бар болуы мүмкін бе, әлде жоқ па? Осының ішінде бар шығар деп ойлап тұрмын. Қазір көрейік, осының ішінде көлік бар ма екен, әлде жоқ па екен. Так, мынаның ішіне былай қарап шығайық. Мына жерде не өзі? Мына жерде подвал ма сонда? Осы жерде көліктер болуы мүмкін бе? Ема база жоқ, мына жерде көліктер жоқ қой. Бірақ мына жерде түрме бар екен. Так, мына полиция бізді көрген жоқ қой деме. Қазір басына бір соғып жеңіп бізді қарамай тұрған кезде. Мә, саған база жоқ. Енді бізге тиіспейтін болады. Жүргіт, Франклин, мына жерде жоқ екен ғой, Франклин. Ема, мына жерде түрме бар екен ғой, база жоқ. Бізді осы жерге салып қоймаса болды. Қазір көлікті ұрлайтын кезде. Так, мына жақты көрейік. Мына жақта так, мына жерде көлік симайды. Сондықтан мына жерден шыға берсек болады. База жоқ, сонда ол қай жерде болуы мүмкін? Мына жерде көліктер симайды ғой, сонда мүмкін крышада болуы мүмкін. Иә, шынымен де вертолеттен машинадан крышаға әкелуі мүмкін. Бірақ мына жерде раздевалка ма? Иә, мына жерде жабық екен бәрі. Мына жақта жоқ сияқты. Біз төбеге көтерілуіміз керекпіз. Бірақ төбеге көтерілетін мына жерде лифт жоқ сияқты ғой демек. Так, мына жерде баспалдақ бар екен ғой. Мәселен, ондай болса қазір баспалдақпен көтерілейік. Ол крышада болуы мүмкін бе, әлде мына екінші, үшінші этаждарда болуы мүмкін бе? Қазір ең төбесінен көтерілейік. Егер ең төбесінде көлік жоқ болатын болса, ондай болса мына ғимаратта жоқ сияқты точно. Так, база жоқ, міне ғимараттың ішінен шықтық. Ема база жоқ, мынау ма? Ема база жоқ, мына көлік шынымен де мықты екен ғой. Айттым ғой саған, көрдің бе, полицейский участоктың ішінде осындай мықты көлік бар, оларды тіпті военныйлар қорғайды. Саған мыналар военныйлар екен, шынымен де көрдіңдер ме достар? Опасный болу керек, мына жері қазір бізді соққысы мүмкін, соқтан былай бізді көрмей тұрған кезде қару жарағымды алып алайық. Саған база жоқ, қазір бізді көрмей тұрған кезде мына жерді тығылып тұрайық. Ема Франклин, енді не істейміз? Мына жерде военныйлар қазір бізді көріп атып тастауы мүмкін ғой. Сондықтан біз дайын болуымыз керекпіз. Джонни, дұрыс айтасың, сондықтан мен өз қару жарағымды әкеліп қойдым. Ондай болса дұрыс болыпты. Мен ондай болса қазір осы пистолетпен атып тастамасам мына военныйларды. Ема база жоқ, мынау бізге атып жатыр ғой. Военныйлар бізді көріп қойған сияқты ғой деме. Ема Франклин, давай кеттік, мыналар бәрін атып тастайық. Ема база жоқ, мыналар шынымен де өте мықты екен военныйлар, бірақ пистолетпен атып тастадым. Ема база жоқ, саған да тиіп қалыпты ғой Франклин. Ондай болса жүргеттік, Франклин, көлікке отырайық. Болмаса қазір шынымен де полициялар вертолетпен келіп біздің артымыздан келуі мүмкін. Так, мына жер военныйлар тірі қалыпты ғой біреуі. Қазір осыны өлтіріп тастамасам болды, енді отырайық осы көлікке. Ема база жоқ, мына көлік. Ема кәдімгі дәу көлік қой. База жоқ, қазір ішінен көрейік, іші қандай екен. Ема база жоқ. Мәссаған, іші дәу екен. Ема артында қаншама 6 орындық бар ма? Ема Франклин, мына көлік шынымен де дәу екен ғой. Айттым ғой саған, көрме, полиция бұл көлікті бекерге сақтамайды. Бұл өте мықты көлік. Мәссаған, іші де әдемі, сырты да әдемі. Қазір бұл шынымен де военный сияқты ғой деме. Мәссаған, база жоқ, міне мына көлікті ұрлап әкеттік крышадан. Ема шынымен де өте дәу көлік екен. Ема Франклин, мына көлік шынымен де андай мықты деп ойламаппын ше. База жоқ, мына кәдімгідей бәрін сындырады ғой. База жоқ. Джонни, біздің артымыздан полицияға келе жатқан сияқты. Мәссаған, шынымен де біздің артымыздан полицияға келе жатыр. Бізді біліп қойды ғой деймін ұрлағанымызды. Мәссаған, андай көп полиция жүреді ойламаппын. Вертолетте келе жатыр ма? Ондай болатын болса шынымен де кетіп қалуымыз керекпіз. Әйтпесе полиция бізді қазір ұстап алады. База жоқ, мына жерде қаншама полиция. Ема мына жерде солдаттар келіп алған бұл же. Қазір мына жаратын боламыз. Мына жерде вертолетте жүр. Ема база жоқ, шынымен де тезірек кетіп қалайық. Ема мыналар бітпейді ғой, полиция біздің алдымыздан шыға береді. Ема қазір военныйларды соғып кетемін достар. Мәссаған, база жоқ. База жоқ, мына жерде қаншама полициялар жүр, вертолетте жүр. Ема қаншама машина мына жерде. Ема мына жаққа түсіп кеттім ғой таудан. Ема база жоқ. Ондай болса қазір мына тауға мініп көрейік, ана жерде мініп қойын екен. Ема полициялар да құлап жатыр. Қазір мына жаққа кетіп қалайық. Мына жерде ешкім жоқ кезде қазір бізді таба алмайтын сияқты осы жерде. Так, полициялардың бәрі кетіп қалған сияқты, себебі жұлдыз өшіп қалды. Мына жерде ешқандай вертолетті көріп тұрған жоқпын. Қазір шыға берсем екен? Қазір шығып көрейік. Қазір полиция бар ма екен, әлде жоқ па екен? Так, мына жерде көрейік, полиция бар ма екен, әлде жоқ па екен? Так, жоқ сияқты ғой деме. Иә, шынымен де полиция жоқ сияқты, бәрі кетіп қалған сияқты. Ондай болатын болса, біз шыға берейік, шынымен мына машинаны гаражға апартсақ, әйтпесе қазір мына көліктен де айып қаламыз. Ема база жоқ, міне үйге де келіп қалдым. Қазір осы көлікті мына көліктің қасына қойайын. Міне ема мына жерде мына көлік шынымен де дәу екен ғой. База жоқ, мына менің үйіммен бірдей ғой көлік. Франклин, енді 2 көлік қана қалды ма алып келетін? Иә, Джонни, 2 көлік қана қалды. Олар бір жерде орналасқан, оларды алу оңай болады. Бір жерде орналасқан десем, ондай болса шынымен де оңай болатын сияқты ғой деме. Ема мына жерде қаншама ақша, база жоқ, осы ақшалар қазір менікі болады. Ондай болса жүргедік, Франклин, қазір бір көлікке отырып алайық та, соңғы 2 көлікті алып алайық та, мына көлікте отырып алайық та. Сөйтіп сен айтқан соңғы көліктерді алып алайық. Ол қай жерде орналасқан білесің бе? Иә, білем, жүре бер, қазір айтам қай жер екен. Ал ондай болса жүре берейік, қазір мына жерде көретін боламыз қай жерде екен. Так, Франклин, енді соңғы 2 көлік бір жерде орналасқан дейсің бе? Ол қай жерде орналасқан? Джонни, оңға бұрыл, қазір мына жерде ең бай үйдің ішінде ол. Мәссаған, сонда ең бай үйдің ішінде 2 көлікте бар дейсің бе? Сонда ол қалай 2 көліктің бәрін алып алған өзіне? Сонда бай тұра ма не? Иә, ол білмейсің бе, мына қаладағы ең бай мафиози ғой.
ғой, сондықтан оларды алу қиын болады. Ема, ондай болса шынымен де қазір қару-жарағымызды дайындай берейік. Мына үй ма? Иә, осы үйдің ішіне кіре бер. Ема, мына бандиттер ма? Базар жоқ, қазір бізді көрмей тұрған кезде қару-жарағымды алып алайын да атып тастайын. Базар жоқ, мына шынымен де бандиттер екен ғой, қазір көзден құртуым керекпін, бұлай атып тастамасам. Так, мына бізді атайын деп жатыр ғой, демек қазір көзден құртатын боламын. Мәссаған базар жоқ. Міне Франклин көрдің бе? Бәрінің көзін құртып тастадым. Ема, Джонни, сен мықты екенсің ғой, мен бір өзім олардың бәрінің көзін құрта алмаушы едім. Енді сен болған қандай жақсы болды. Ал ондай болса Франклин, давай кеттік, мына көлікке отырайық. Так, мына жерде біреу қашып жатыр ғой, демек мафиози ғой, демек қазір бұны тартып тастайтын боламын. Қазір бұл қаша алмайтын болады. Мәссаған, мына екі көлікті айттың ба сен, Франклин? Иә, көрдің бе? Екі Lamborghini мықты, көрдің бе? Базар жоқ, мына екі Lamborghini мықты ғой, мына көк Lamborghini, мына осы кішкене қаралау. Базар жоқ, мына шынымен де сондай екі мықты Lamborghini ғой деме? Мына мафиози қаладағы ең бай ғой, сондықтан өзіне екі қымбат көлікті алып алған. Базар жоқ, мына көлік шынымен де мықты екен. Так, давай Франклин отыр, сені айдап көрейік мынаны. Иә, қазір маған қызық болып тұр, қандай болатын. Ема, базар жоқ. Я шынымен де мына көлік өте базар жоқ екен. Қазір көрейік қанша километр сағатқа шейін жүре алады екен. Так, бұлай өте ақырындап. Ема, базар жоқ, мына уже 150 км сағатқа шейін асып кетті ме? Уже кішкене жүрмедім. Базар жоқ, мына шынымен де 200 км сағатына асатын сияқты. Себебі кішкене жүргеннің өзіне 250 болып тұр. Қазір мына жерде тағы да қалай жүретін көрейік. Так, бұлай жүремін екен. Мәссаған, көлік өте мықты екен ғой. Базар жоқ, мына шынымен де. Енді ондай болса бағана екінші көлікті көрейік. Екінші көлік наданды мықты сияқты, себебі оның түсі өзгеше екен. Қазір сол көлікке отырып көрейін, әйтпесе басқа біреулер алып кетуі мүмкін. Сондықтан қазір мына жаққа кірейін да, қай жақта еді бағана көлік? Мына жақта емес қой дейме, ана жақта ғой дейме. Қазір сол жаққа барып қайтайын да, сөйтіп көлікті көріп қайтайын. Біреу айдап кеткен жоқ па екен? Қазір базар жағынан скоростың кішкене қосайын да тезірек барайын. Ема, мына жер артынан турбосы да бар екен мына көліктің. Қазір мына көлікті осына қойып кетеміз да, потом екеуін де алып кетеміз. Базар жоқ, мына көлік шынымен де өте мықты екен, Lamborghini. Қазір мына екінші көлікке отырайық. Екінші көлік мынадан да күшті болатын сияқты. Давай Франклин, отырдың ба? Енді қазір айдап көрейік. Так, мына көлік шынымен де әдемі көрінеді екен. Қазір ішіне көрейік, іші қандай екен. Ема, базар жоқ, мына іші де әдемі екен. Ема, қазір ішінен де кәдімгі күшті екен ғой. Базар жоқ, қазір сыртынан жүріп айдап көрейік. Базар жоқ, мына шынымен де бағанадан қарағанда тез жүретін сияқты, себебі кішкене жүргеннің өзінен уже 100 км сағатына асып тұр. Қазір көрейік, давай қанша километр сағатқа жүре алады екен. Базар жоқ, мына шынымен де мықты екен ғой. Ал достар, міне видео соңына да келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк және подписка кнопкасын басуды ұмытпа. Ал ондай болса, сау болыңыздар.